Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін сіздерге болатын сабақ бізде вокал сабағы, жалпы вокал. Бізде вокалда әуелі распевка жасамау үшін әуелі диханиямен жұмыс істеп аламыз, класстағыдай. Сосын жақпен жұмыс істейміз. Себебі ауыз қуысын ашамыз. Сондықтан жаңа тынысты қайдаламыз. Тынысты жаңа қабырғаның астына, нижнереберный дихание қабырғаның астына аламыз тынысты. Иықты көтермейміз. Күндегідей класстағыдай жаңағы қазір мен жаттығу беремін. Дауыс дыбыстарға ма, ме, ми, мо дыбыстарына. Осы дыбыстарды бір тыныста, бір диханияда айтасыздар. Мінекей. Құрметті студенттер, келесі жаттығуымыз жақпен жұмыс істеу үшін арналған. Значит, жоғарғы жақ, төменгі жақ бірдей ашу керек. Ол жаңа ноты жоғарылаған сайын, дауыс жоғарылаған сайын жақты аша түсеміз. Келесі жаттығуымыз жақты ашуға арналған. Работа с челюстьми. Бірақ тынысты диханияны ұмытпаймыз. Бәрі бірге болу керек.
Ne hayalımız? Na 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 Al hürmetli stüdentler kelesi ән айтатынымыз бұл халықтың халық әні бір бала әні. Бір бала әні жаңағы терең тыныста тынысты уақытында алып тұру керек. Қазір көрсетемін. Құрметті студенттер, осы қазақтың халық әні, бір баланы интернетте жүктеп, жаттап алыңдар. Осы мен берген сіздерге тапсырмам.